Beterden uzattım. Sonuçta da bağlanın iskeçiniz. Buranın boyutunu çağırmışım gerekli. Аха, осы жерден кіреді БТР. Ана жақта Саржан деген магазин бар. Сол магазинде на двух ракурсах түсіреді жаңағы видео, где БТР заезжает, осы жерден ата бастайды, сөйтеді де барады да мынау алаңда қырады бәрін. Кім жараланды, кім талдың тасасына тығылып қалғандар бар. 3 спецназ машинамен келеді да, Арлановцы. Жараланғандарды добивают. Кто спрятался, прям арттарынан қуып тұрып атады. Сол видеоны көрдік біз. Даже бір қыз мынандай неден секіріп түседі да, осы алаңға не доезжая, бүйтіп отыра қалады. Атпашы деп. Ну, голоса не слышно, но мимикамен түсінікті да, атпашы деп бүйтіп. Приступ тура тізерлеп тұрады. Алады да, жаңағы бір сет атып өлтіре салды. Ақыры аяғында сол қаңтардың құрбаны болды. Жақсы өмір сүру үшін шықты деп ойлаймын. Жақсы өмір сүруіміз керек, мынау билікті ояту керек деген оймен шықты деп ойлаймын. Ештеңкеде еш нәрсе өзгерген жоқ. Даже төмендеп баратыр Қазақстан. Ештеңке керемет бір өзгеріс болып, қазақтың көзі ашылып, ондай ештеңке болған жоқ. Қазақ десең намысыңа келеді ғой. Сол көтерілістен кейін де әлде мысалы жақсы өмір сүруге, әлде біздің мүмкіншілігіміз санасақ деп айта аламын. Бірақ сонда да айтып отырмын ғой, адам басына түспей, қазақтар қойшы, кейбір кезде айтасың, мынау қаңтар туралы айтасың, жаңа балам туралы айтасың, бір отырыста болып қалсын, бір сырт жағдай кетіп баратқан кезде айтасың, таң қалады. Осы Қазақстанда болды ма деп. Білмейді қазір, көп ел білмейді. Анау, шүкір, жұмысым бар, тамағым бар, қойшы, тыныш отырайық. Сонымен қалыптасып кеткен қазақта андай. Курс оқырмыз қазақтар. Болды, не қылады. Ал ертең сол менің ұрпағым осы Қазақстанда өмір сүреді, менің ұрпағым үшін, жаңа Қазақстан үшін күресейік дейтін қазір қазақ жоқ. Әркім өзінің артын ойлайды. Өзім өмір сүріп жатырмын ба? Сүріп жатырмын. Жақсы ма? Жақсы. А на самом деле ужас. На самом деле это ужас Казахстанда, потому что коррупция, судебный процесс это тоже коррупция, жаңағы власть тоже коррупция, жаңағы Бишімбаевтың сотын мысалы, ойбай, масқара, пиар, ойбай, жаңағы марқұм Салтанат сіздер бар, хабар бермейсің да? Салтанаттың 1000 өліп жатыр, 1000, даже миллиарды. Бірақ оған бәрін жауып қояды, ал жаңағы болмайтын нәрсені айтады. Мысалы, қаңтарды не үшін айтқан жоқ? Ойбай, мынандай болды, мынандай болды. Қаңтар туралы еш жерде айтылған да жоқ. Қаншама қыршын кеткен жастарды өлтірді, қырды, өлмегендерді қинап осы уақытқа шейін түрмеде шірітіп жатыр. Оларды айтпайды. Қандай? Қазақстан керемет па? Қазақстан керемет емес. Қазақстан қанды Қазақстан. Ол жерде жаңағы өлтіре салады, жазықсыз ата салады, жазықсыз соттай салады. Ақша болса, ақша, дүние болды. Басқа ештеңе керек жоқ біздің биліктерге. Ал біздің қарапайым халық оған бәріне кінәлі. Халық. Егер де халық бәрі жиналып бір жаңағы кулак болып шықса, халыққа қарсы ешкім де келе алмайды. Билік те даже келе алмайды. Халық бір-бірін ойламайды деген сөз. Ешқандай да жақсарған да жоқ, ешқандай Қазақстан көркейген де жоқ. Қайта хуже болып барады. Хуже. Қаңтар сияқты көтеріліс. Менің ойымша ғой енді. Мүмкін олай да болмайтын шығар енді. Бір алла біледі, бірақ қайталанбайтын сияқты. Себеп халық қорқады. Өйткені билік аяусыз ит құсап халықты қырып тастайды. Ал халық болса өздерінің бала шағасы үшін, ұрпағы үшін қорқатын сияқты. Бірақ бәрібір де билікте, халықта қандай адамдар болса да Алланың алдына барады. Бәрібір де соны білмейді халық. Ал егер де көтеріліс болса, ол менің ойымша бар ғой, ол жақсы деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан бір жақсы бір жағдайға мәмілеге келсе, мен бар ғой, өзімнің жанымды да қиюға дайынмын. Өйткені менің бала шағамның келешегі бір жарқын болсыншы деп ойлаймын. Бірақ ол түбінде ондай болмайтын сияқты, себебі халық қорқады. Халық қазір артық сөйлеуге қорқады. Қазір кетіп бара жатқандардан әшейін сұхбат алуға, билік туралы сұрақ қойсаңдар,
қашады. Себебі халық уже қорқады. Айтып отырмын ғой, лишний раз сөйлеуге қорқады. Өйткені аяусыз атып тастайды, немесе барады да қамап тастайды, айуан құсап қинайды, өлтіреді. Содан халық қорқады.